Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін біз дрожь қосылған қатпарлы қаттамадан жасап көретін боламыз. Бізге керек заттар жылы су, жылы сүт, жарты пиала қаймақ, 3 столовый ложка қант керек, жарты ас қасық тұз керек болады. Осы тұз бен қантымызды судың ішінде араластырып ертіп аламыз. Және де мен шамамен осындай дрожь қостым. Шамамен 1 чайный ложкадай шығады. Және кішкене ғана разрыхлитель қостым. Бұл разрыхлительді қосқан себебім холодильникке қамырды қойған кезде дрожьтың дәмін шығармайды екен. Мен өзім қанша жасап байқап көрдім, разрыхлитель қосқан кезде қамырда дрожьтың дәмі шығып кетпейді. Ашыған қамыр болып шығып тұрмайды. Осылай ұнымызды сеткадан өткізіп, маған подписаться етуді ұмытпаймыз. Мінекей ұнымызды суға қосып, араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Мен өзім осылай көбірек қылып қамыр илеп, холодильникке салып қоямын. Қалаған уақытта ыстық бауырсақ, ыстық қаттама немесе балдарға пицца жасап беретін кезде өте ыңғайлы. Сіздер де солай жасаңыздар. Мінекей осылай жұмсақ етіп қамырымызды илеп, ұюы қанған қамырдың бетін жауып, 20 минут, 15-20 минут жылы жерге қойсаңыздар жетеді. Қаттамадан жасайтын кезде қамырдың қатты көтеріп кетудің керегі жоқ. Өйткені біз жұқа етіп қамыр жайған кезде қамыр жайылмай тырысып қалады. Міне қатты көтерілмеді. Мінекей осылай өзіңізге керек золаны алып дайындап қоясыздар. Мен қазір 3 зола қаттамадан жасап қоямын, холодильникке салып, қалаған уақытта алып пісіре беретіндей. Бұл қаттамадан холодильникте тұра берсе ештеңе де қылмайды. Міне сәл 5 минут демалдырып, қамырымызды жаямыз. Шеттерінен бастап жақсылап домалатып алыңыздар. Қамырымыздың үстіне қайта-қайта ұн сеуіп тұруды ұмытпаңыздар. Қамыр жабысып қалуы мүмкін. Осылай тонкий етіп қамыр жайып аламыз да, үстінен сұйық сары майымызды қосып, жақсылап барлық шетіне тигізіп жағып аламыз. Және де қамырымызды осылай кесіп, бір-бірінің үстіне қойған кезде слоеный болып шығады. Міне осылай үстіне қойып шығасыздар да, рулет қылып жинайсыздар. Өздеріңіздің сковородкаларыңызға байланысты 4-ке немесе 3-ке бөліп алсаңыздар болады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 10 минуттай холодильникке салып қойыңыздар. Мінекей холодильниктен шыққан қамырымызды алып, жайлап шет-шетінен бастап жаямыз. Қамырдың бетін қатты баспаңыздар. Жай басып, осылай әрқайсысын домалатып аласыздар да пісіре бересіздер. Қызып тұрған сковородкамызға жарты ложа майымызды құйып, қаттаманы салып, осылай қуырып аламыз. Қаттаманың астынан осылай ауа кіріп кетуі мүмкін. Осындай вилкамен жан-жағын ашып, ауаны шығарып тұрыңыздар. Енді жарты ложа майымызды құйып, екінші жағын араластырамыз. Бұл қаттаманың әр шеті 1-1,5 минуттан қуырылады. Міне осылай үстін басып қуырыңыздар. Өйткені қаттама сковородкаға тимей ағарып қалуы мүмкін, қызармай қалмасын. Тимей тұрған жерлерін үстін басып қызартып алыңыздар. Достар, маған подписаться етіп, осы қаттаманы үйлеріңізде міндетті түрде жасап көріңіздер.
және де маған қалай шыққаны жайлы комментарийға жазып кетсеңіздер мен қуанып қалар едім. Астарыңыз дәмді болсын.